Сәлем достар, сіздермен бірге дәметкен. Бүгін кореялық танымал бибимбап тағамын дайындайтын боламыз. Осы видеода бибимбаптың үй жағдайында пісіру жолын көрсетемін. Келесі видео рецептта кекс дайындайтын боламын. Видеоны жіберіп алмас үшін менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушады басып кетіңіздер. Тағам дайындауын бастаймыз. Ең маңызды ингредиенттердің бірі ол күріш. Күрішті жақсылап жуып болған соң, үстіне 1,5 стакан су құйып, ең аз отта газдың бетіне пісіруге қоямыз. Біздің күрішіміз дайын болғанша көкөністерімізді турайтын боламыз. Тақтайшаны алып, пиязды турап, тартылған еттің үстіне қосамыз. Кәдіні жолақтап турап алып, саңырау құлақтарымызды тазартып аламыз. Саңырау құлақты турап болған соң, сәбіз бен сарымсақты үккіштен өткіземіз. Табаға күнбағыс май құйып, сәбізді, кәдіні, саңырау құлақты жеке-жеке етіп қуырып аламыз. Саңырау құлаққа сарымсақ қосамыз және де 2 ас қасық соевый соус қосып қуырып аламыз. Бибимбап тағамын дайындау әдістері көп. Тауық еті, сиыр еті немесе тартылған етті қолдануыңызға болады. Мен тартылған етті қолдандым. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, 2 ас қасық соевый соус құйып, дайын болғанша дейін қуырып аламыз. Көкөністі, етті қуырып алдық. Енді піскен күрішті терең ыдысқа салатын боламыз. Тегіс ыдысты қолданып жүрмеңіз. Өйткені бибимбапты жеген уақытта барлық ингредиенттерді араластырып жейтін боламыз. Күріштің бетіне қуырылған ингредиенттерді және жұмыртқаны қойып шығамыз. Әсемдеу үшін өздеріңіз қалауыңыз бойынша кунжутты сеуіңізге болады. Бибимбап тағамымыз дайын. Ас болсын, пісіріп көруге кеңес беремін. Менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Және де видео рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәметкен.